бүгін тамыздың 19-ында тамыз зікірден деген хабар жазамыз. Жерден көкке қарай бір жол көрінді. Осы жолға бойлап, осы жан жақтан жолдар осы үлкен жолға қосыла берді. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жолы осы жолы. Осындай барлық бір жолға қосылады екен. Сосын аспандағы күн дейін ба әлде ай көрінді, бірақ та оның ортасында бөлек бір қақпақ сияқты, бұрандалы қақпақ сияқты бүйтіп бұрап ашатын сияқты болып көрінді де, осылай болып тұрды. Сосын жерден көкке қарай бұрандалы чеге болып осыған жалғасып тұрды. Чеге сияқты сондай. Одан кейін сол осы ортасынан жерге қарай осындай домалақ заттар бүйтіп күрс етіп бірнешеуі түсті осы жерге қарай. Осындай көрініс болды. Енді мынандай қиын өрістер ол мына әулиелердің бастарында болады. Ана сол жерде тұрып, мына зікірменен Құран оқыған кезде, сол кезде ана сол ұзаққа кетіп, кәдімгі Хорасан ватанының басында байқағам мен. Тағы осындай біраз жерлерде сондай орындар бар өзі. Сол орындарды белгілеп қойса, сол жерден оқыса, мына сол сонда ана айменен байланысқа сондай деп. Осындай негізі. Бұл ақпарат нақты Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жүрек көздері ашылатындар қатары артады, нақ сенім орнайды. Кемпірлікті меңгерушілердің де саны артады екен. Аспан денелерімен байланысты құбылыстар Құдайдың құдіретімен қазақ жеріне оңтайлы сәттерге себепші болатындай орын алады екен. Сосын ел басқару ісіне араласушылардың арасында да өзгерістер болады екен біршама. Осы зікір қуаты ас қорыту жүйесі асқазанға шипалы қуаттармен әсер етеді екен. 9 айда толғақ, жақсы өзгеріске айғақ деген ақпарат түсті. Қараңғы қоюланғанда сыртта торуылдаушылар көбеймек, түнделетіп үйіне сырттан келгендер аластанып кірген дұрыс деген ақпарат келді. Түнде сырттан келгендер аластанып келген, енді қараңғы күн қысқара бастайды. Дұрыс. Сосын мынау жаңа кемпірлікті меңгеретіндер көбінің ол ақылға байланысты. Әйтпесе қазір кемпір сияқты әйтеуір киініп жатқандар, ондар көбейіп жатыр ғой. Бірақ оның бәрі кемпір болған, ол жасына сай, ақылы сай болу керек та. Ақыл жастан деп неге айтады? Жасына сай болу керек. Бізде қазір сол жасымызға сай сөйлей алмаймыз, жасымызға сай қимыл жасай алмаймыз. Ал тіптен қазір сол жастардың өзі үлкеюге еліктеп, ол кәдімгі орта жасқа келгендердің өзі кемпір сияқты сондай амал қылатын болса, сонда ғана ол не қылады да, осы тазара бастайды, дел қуаттанады, кемпірлік көбейеді. Ал қазір сол орта жасқа келгендер қыз сияқты жүреді, кемпір жасқа келгендер орта жастағыдай болады. Мына ақылдардың өзі төмендері да. Ақыл қысқа дегеннің өзі сонан шығады. 40-қа келгенде қылық шығады деген өзінде астарында осындай мағыналары бар. Ал қабыл болсын. 18 тамыз күніндегі ақшам зікірінен алған көріністер мен ақпараты. Бір үңгір мен құдық өте терең екен. Үңіліп қараған сайын тереңдей берді. Түбінде сары дөңгелек пайда болды. Қабырғаларында түсініксіз жазулар көрінді. Аспан әлемінде бұлттар қалқып жүрді. Мешіттің көгілдір түсі мұнараларын көрсетті. 19-ғы күнгі таңғы зікірден алған ақпараттар мен көріністер. Кеңістікте есік көрінді, кірер есік бар, шығар тесік жоқ деп айтылды. Қайта келер есігіңді қатты жаппа деген үн келді. Әрбір нәрсенің өз есігі бар, ессіз болма, уақытында өз есігіңді ғана тауып аларсың деген үн келді. Рахман-рахим. 18 тамыз ақшам зікірдегі ақпараттар мен көріністер. Сыр еліндегі қобыз монументі көрінді. Жазық далада саз балшықтан тәжге ұқсас ескі мазар көрінді. Жанында қазылған жар көрінді. Қабанбай ата қолдау салды. Кірпішпен қоршалған қамал көрінді. Сол жерде қазан ошақта ет қайнап жатты. Қасында шәрбат жүрді. Саналы уақытта әркім керегін алар деген көкейге үн келді. 19 тамыз таңғы зікірдегі ақпараттар мен көріністер.
қара көзілдірік киген адам көрінді. Одан биік қар басқан тау болды. Жерден аспанға қарай саты тұрды. Адамдар жоғары шыққанға кезек тосып тұрды. Қарасай батыр қолдау салды. Қырғи қабақ болмасын, қырағы шапшаңдық болсын ортада деген көкейге үн келді. Ассалаумағалейкум, әлеуметтік қауым. Бүгін 21 тамыз, Арыстан ордасы, ақшам зікірден ақпарат. Ал енді Ғалия апайымыз бастасын. Кеш жарық, бүгінгі келген ақпаратта бірнеше көрініс болды. Бірінші көріністе жаңағы 4 түлік мал тұр екен. Жаңағы бұзау, ешкі, қой, одан тағы бір мал. Төртеуі бастарын бір-біріне қаратып, сүзсейін деп тұрған сияқты болып тұр екен. Төртеуі осы төрт жақтан қосылып тұр екен. Екінші көріністе алдымен бір көз көрінді, әйел адам көз екен деп. Одан бұл не ол көз өсіп, үңіле қарап едім, ол бірден қасқырдың көзіне айналып кетті. Қасқырдың көзі ана бір үшбұр сияқты болып көрінеді, ол үшбұр сияқты олай несі бойынша. Бірден сондайға айналып кетті да, ана қасқырдың несі қарасы тура бір терең бір ойлы. Сондай бір терең қарасы болды. Одан кейін жаңағы мына зікір, бүгінгі зікір басталғанда жаңағы нота дейді ғой. Сол зікірдің ноталары мына кішкене құс сияқты болып, торғай емес, құс сияқты болып сөйтіп ұшып отырды. Солай ұшып. Қабыл болсын. Бір енді бір ананың киесі ғой кеп тұрған. Қабыл болсын. Ал енді Айшыл апайымыз сөйлеп жүрсін. Кеш жарық, осындай көрініс болды. Біздің Арыстан ордасының қора жағында бір бие, ақшыл қызыл бие құлынымен маңдайлар ақ, сондайларды көрдім. Және қораның қабырғаларын ар жағынан игілік аға келді да, бүйтіп ана жерден келіп қарап бізге тұрды. Содан кейін хан сарай деп ойлаймын. Хан сарайда адамдар отырып суретке түсуге дайындап жатқандайсың, не тақ бар, бірнеше адамдар, бұрынғы заманның адамдар. Және сосын тағы бір көрініс, үйде столдың екі жағынан адамдар үлкен кісілер отыр. Бір үлкен кісі болды, мен әкем деп ойлаймын, бірақ әкеме ұқсамайды, мен әкем деп ойлаймын. Сондай көріністер болды. Қабыл болсын. Ал енді бұрын қарындасымыз бастасын. Айта бер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кешке зікірде алынған ақпарат. Тектұрмас ата қолдау салды. Қырғызстан Алай районы аспан тіреген таулар зікір үнімен тазарып сары нұр көп көлемде түсіп жатқанын көрсетті тау беттеріне. Бұғыларды көрсетті. Ханифа көрінді. Бұғының егіз лақтарын ертіп, тау аралап кетіп бара жатқанын көрсетті. Екінші көріністе ақ үй, қала шеті, здания, жылаған 5-6-7 жастағы балалар шамасы. Көздерінен қорқыныш, жылаған дауыстар, Аллаға жалбарынып, алақан жайып, өмірге келгеніне өпкөлі отырды. Қай жер деп сұрағанымда көкейге Бішкек деп салды. Балдардың қолдарында малға басылған тамға секілді тамғалар басылған. Чиркеуіні көрсетті, крес көрінді, Ванга деп келді жүрекке, Фарида әпке қасында отырғанын көрсетті Ванганың. Қабыл болсын. Ванга болса, Фарида жалған отқан ғой. Бірақ Фарида әпке. Раушан апайымыз айтып отырыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кеш жарық, бүгінгі келген ақпаратта шайқатылған шаңырақ, шашыраған ұрпақ, қаралықтың ықпалы кеңінен қанат жайғаны, адасқан ұрпақты жетегіне алғаны. Тозақтық болма, қолға қаламыңды ал, жүрекке келген үнді шығар. Қаламың қаруың, амалың ақталуың, ақтық жолында үлесіңді қосқаның. Әруақ көтеріп жатыр деп келді,
Құдайдан рұқсат түсті. Әр әруақ ұрпағын жетегіне алып, ерекше бір уақыт келді. Қазір соңген бір көріністі көрсетті, жаңағы бос болып тұрған көп қабатты үйлерді көрсетті. Сол бұл неге деп едім, мына жаңағы бос тұрған қаралықтың жобасы үзіліп жатыр. Халық ата кәсібіне бет бұрды. Жер ана асырайды. Ата кәсіп жерге жалғану, мал басын көбейту деп келді. Ел билігі мастанып, өз-өзін жояды. Халықтың таңдауымен келеді ел билікке деген ақпарат түсті бүгін. Қабыл болсын. Тамыздың 20-сы кешкі зікір. Ордаға қара бура ата келді, таяғымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Арғы аталармен өзің салыстырсаң, жер мен көктей айырмашылық бар. Аталардың көбірі болған, олардың киген тымағы сенің мойныңа дейін келеді. Кейбіреуіне ат шақ келмеген, бел қайысып кеткен. Мен де өзіме лайық аттап алмай, бураға мініп жүретіндіктен қара бура атанып кеттім. Сондықтан ойлан, неден аздың, неден ұтылдың? Жоғалтқанын қазақ қайтадан табалар ма? Табу үшін не істеу керек? Саған айтылып жатыр, ата-баба дәстүріне кел. Яссауи бабаның жолын ұста, иманға кел, ұрпағың дұрыста деп шелтетпейсің. Бірақ сөйлегенде адамның жанын суырып ала жаздайсың. Санасыз, ақылсыз, тегі білістің айтақтаған сөзін айтасың. Саған Алла тағаланың өзі таңдаған адамдар арқылы шығар жолды көрсетіп жатқан жоқ па? Көзіңді жұмып алып, оларды көрмейсің. Саған ұрпағыңның қырылғаны керек пе? Олар әйтеуір бойында тірі жаны бар, тірі өлік болып, онсыз да өмір сүріп жатыр ғой. Мұныңды жалғастыра берсең, шыңыраудың тереңіне барып бірақ құлайсың. Онан соң бәр кеш болады, деп кетті қара бура ата. Арымыздар бүгін тамыздың 19-ның кешкі 6-дан кейін хабарлаған талқан еді. Құстықты меңгеріп, қарғыстан арылу керек екен, арылады екен. Енді меңгеріп? Құстық. Құстық, маңдай көздің есімін қойым, құстық. Деген ол енді. Ақылдың құстығынан жалғауы деген, ақылдың жоғарғы дәрежесіне жетіп. Сонда бар құстығынан жалғанасың. Сосын Худ тауына барыңдар деп келді. Сосын Аманбай ағаны көрдім, көптеген балықтарды бізге бүйтіп лақтырып беріп жатты. Сосын бір шоқ жұлдыз түседі деп келді. Балықтарды болса несібе балық деген. Аманбай арқылы балық несібе келіп жатыр, жарайды, ол қандай бар, көреміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Көлік көп жүретін жер шамасы көлік жөндейтін немесе қосымша қосалқы бөлшектер сататын жерге ұқсайды. Сол маңайда асфальттың бір бөлігі, жердің бір бөлігі опырылып төмен түседі. Сондай көрініс болды. Соған бір-екі көлік түсіп кете жаздай ма, қозғалып келе жатып оқыс. Бас ауру көбейетін кезең екен, алдағы 7-10 күн. Содан кейін тағы бір көріністе шлем секілді ежелгі римдікке ұқсас бір жауынгердің темір сауыты, басқа да киімдері бар. Осы заманның адамын көрсетті, жаңағы римдіктің киімін киіп алған. Бірақ ол орыс деп түсіндім. Қолында өте үлкен оқ-дәрі секілді зат екен. Кәдімгі пистолеттің ішіне салатын оқ-дәрі. Үстіңгі жағы ортасына дейін алтын екен да, жай алтын емес, таза алтын. Ортасынан төмен қарай ақ алтын немесе платина екен. Осы екі металл көмегімен мықты бір қару жасапты, орыстар деп түсіндім. Ол жаңағы екі платина мен сары алтын сол жаңадан шыққан бір қаруды өңдейтін материал екен. Көзбен қарағанда жаңағы адамның көзімен екі оқ-дәрі алтын тұсына жалғасады да, екеуі кәдімгі тұтасып адамның көзімен бірге басқа пішінге айналып кетеді. Енді ол орыстардан шығады оған қару-жарақ. Сонда олар көзбен басқарылатын жетілген қару ма сондай? Көзбен басқарылатын ба сондай қарулар. Өйткені бақсылықтың көрсеткен несі қара бақсылықтар ол орыстарда. Осындай ақпарат. Бүгінгі
зікірде адамдарды номерлеу, адам атменен жаңа фамилиясы тегімен емес, сан номерменен белгілеп сонменен шақыру сондай жобасы болған екен. Бірақ ол жоба іске асу аспауы екі талай екен. Сосын ағылаған белгісімен алда көтерілу тұр дейді. Біраз аққу сұңқарлар өздерінікін дұрыс деп санайды екен. Бұрынғы жүрісі сол жаңағы несіменен. Бұрынғы керуен шығарамыз, бата береміз, болды. Бата соған тегілады ғой, енді бата сөзге. Сонымен бәрі жақсарып кетеді деп. Біраз бөлігі өздерімен өздері тақуалыққа бет бұрып, жаңағы бізде көрейік осы қандай қасиет ашып, қандайға дейін жетеді екенбіз деген ниетпенен, оймен тақуалыққа бет бұрып атқандар да бар екен. Бірақ бұл жерде ескермей тұрғандары қамшыдан өту және қатым Құран екеуін ескермей тұрулар. Сосын Қытай елі белгі күтіп отыр екен, ол тылсымнан келетін хабар. Ол хабар ата жолына түсті деп салды. Осы алда көресіңдер деп. Оны Қытай елі көптен бері күтуде екен. Енді оны аянменен осы ата жолдықтар көреді екен. Әрине, ол енді бұл қазіргі уақытта барлық елдерде тек қана қазақ мемлекетінде ғана осы мәңгүрт бар. Қалғандарында мейлі орыс болсын, қазір соғыс болады, осылардың бәрі экстрасенстерін тылсыммен байланысты не болады да. Сөйтіп адасып жатыр, сөйтіп жалғыз бар. Әйтпесе орыс қана мына соғысты қоя тұру керек еді, Украинаның өзі бастайтын еді, соны күтетін еді. Соның бәрі жаңылысты ғой, бұның бәрі күні бұрын белгіленген нәрсе бар. Америкада сондай немен барлығы сосын бірін алыстан гипноз қарабақсылық пен не жатыр. Бұның бәрін кілті еңді ол еврейлерде отыр. Еврейлер қазір сол жаймен осы исламды осындай айдап салып отыр да. Исламмен байлап қойып отыр. Бәрі белгілі ғой. Бірақ енді соның бәрі күтіп отыр, соның бәрі бір шешім болады деп. Ол қазақта тұр. Және ата жолында тұр. Ал Айшана белгісіменен көрініс болды. Қырқаяқ секілді бір ұзын жәндік бастан төмен қарай түсіп тамақтың астына қарай келеді екенде, сол ішке қарай еніп, іште ол ұзарып өзінің көбеюіне жағдай жасалады екен. Бір жерге кеп тоқтаған кезде ана спираль секілді көп шырматылып түйін болады екен. Сол жерде кәдімгі содан арнайы бір көзде шығып тұрды. Енді ол ана рак ауруының несі деп таралуы солай адамға. Сосын мен соны жаңағы көзге қарап тұрып айтам, сенің көзіңді осы жерден ойып құрту керек екен деп солай ішімнен солай айтып тұрған кезде сіздің зікіріңіз менің немді бөліп жіберді де, ішке қарай екі жарық нұр кірді. Сол арқылы ана ағзалардың бәрі Құранның әріптері секілді солай нұрланып шыққан, сондай көрініс болды. Рак деген шаян ауру ғой, былай айтқан. Шаян гречкен. Сосын не ексең соны орасың деген бейнеттің зейнеті, қол екі ісінен болатын сынақтар осы кезеңнен өтуде байқалады деп салды. Сосын бал арасының ұяшығы балға толып тұрды, сондай көрініс болды. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бірінші көрген көріністе Португалия, Испания, Италия елдерінде су көшкіні жүріп жатыр осындай көріністе. Содан кейінгі батыс елдері көбі Қазақстан еліне ақша аударып, жаңағы завод, болашақта завод салғысы келіп жатыр. Ана Үндістан, Пакистан, Ирак, Иран елдерімен қарым-қатынас жасауға өндірістерін нетуге сонда. Себебі енді дұрыс қой, қазір қарап отырсаң табиғи зерттегенде табиғи апаттың ең азы осындай қазақ жерінде болып отыр да. Ауа райы да былай табиғат тыныш, енді бақылап отыр ғой шынында. Бұл неге қазақ елінде ондай жоқ деген сияқты. Сосын соған байланысты табиғаты дұрыс, халықтың өзі шәлтуі қазір тыныш
соған қарап әрине ол шет тілдер қазаққа тартылады. Бәрі ол бірліктер ол. Сол өзімізде тұрған көшеге шықпай-ақ біз әрқайсымыз құрбандық шалып, осындай Құдайдан тілейтін болсақ, ол биліктен өзіміздің ағайын ғой, билікті Құдай түзетеді. Жоғын жоқ қылады, асасқан, дұрысын дұрыстайды әлде де аянмен жетелеп. Содан кейін көрінгені 20 елдің қатарына Қазақстанда қосылғаны. Осындай көрініс. 20 кезінде ол оған шешім шықты, iPhone 16-ға 20 тіл кіреді екен. 20 тіл әлемдегі тек. Соның біреуі қазақтың әрпі, сол қазақтың кириллица. Енді кириллица оған кіргеннен кейін, ол бітті техникаға кіргеннен кейін, сен латын әрпін көшедегі бір әшейін далада болып қалады. Қаншама шығын, қаншама осының бәрі өтірік болып шығады. Себебі ол техникаға кіріп кетті ме, ол қабылданды. Ол енді әрі қарай құдірет көрсетеді. Халық соны логинге пайдаланып, парольге пайдаланып кете береді да. Ол оны тоқтата алмайды. Міне Құдайдың бұл хикметі. Енді бүкіл әлемде 20 ел бар, соның қатарында. Сол 20 елде сол бүкіл әлемдегі 20 елді осы телефонда тұр ғой. Оған кіргізбейді телефонда. Қарып қойсаң, интернетті ашып көрсең де көрім, сол 20 неден басқаны кіргізбейді, сосын еріктен өткізіп қойған. Сосын Өзбекстан елінде бір сынақтар тұр. Таудан не сел, не көшкін су. Осындай неде. Соны аңғара алмай қалдым, бірақ таудан құлап атып жаңа неткен көрінген. Содан кейін Өзбекстан елінде халық саны көбейетін, бала туу жағы көбейеді. Тәжікстан елінде экономика төмендеп әлсірегеннен түгел осы Азия еліндегі жабылып бәрі сол көмек қол созып Тәжікстан елін көтереді. Осындай. Тәжікстан елінде қиын еді. Содан кейін көрсеткен Қытай елінде. Қытай елі су апатынан өте көп адам кетіп жатыр. Бірақ жасырын әскер жіберіп жатса да ешқандай не қыла алмай жатыр. Тоқтата алмайды. Иә. Енді маған бір жай ғана не көрсеткені, анау су соратын насостың өзі істемей жатыр. Сол табиғаттың несіне, Алланың құдіреті ғой енді. Табиғаттың несіне соның өзін қоса алмай жатыр. Осындай көріністер. Содан кейін Алп тауында альпинистер көтеріліп, 10 адам 4-еу құлап еді, қалғанды алып кетті. Осындай сынақтар тұр альпинистерде. Содан кейін соңғы не көрсеткен тұман болады осы. Неде? Қатты тұмандар болады осындай не. Бұрында да алдында түскен қаулы болсын. Бүгін тамыздың 21-і таңғы зікір. Ордаға Хансейір ата келді, домбырасымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Менің бір басыма ұлы жаратушым бірнеше өнерді беріп қойған екен. Жанға жағымда әуелеген кең тынысты үнім, исі қазақтың сусыны қандырды. Алғыр тазы, қыран құс жүйрек аттамаған бұйырған екен. Тұлғылар етегімнен ұстасам деп арман етті. Бір құлагердің өзі атығай қарауылға олжа салып, еңселерін уақ-уақ көтертіп тастайтын. Қазіргі өнер иелері тек өзіме болса деп жарыс қабаттап үй салып, сонысын халыққа көрсетіп мақтанады. Сол биік қабат-қабат үйлері мазар сияқты өл тыныштықта асыр салып жүргізетін бала шағада жоқ. Біз қолымызға түскенді түгел таратып беретінбіз. Өйткені біз сауап пен амалды білдік. Халық разы болса, Алла да разы. Ішінара жомарттары бар, бірақ олар өте аз. Есесіне атымыз ұрпаққа жетті. Олжаны өзіме жинай берсем, ең бірінші мыңғырған бай болушы едім. Бірақ мен халықтың махаббаты мен сүйіспеншілігін алдым. Қателеспеппін. Жастық, мастық буына қателікке де аздап жол бердік. Ақсақалдардың батасын алып тұратынбыз. Жөн түзу шапанды солардың иығына жабатынбыз. Сонан кем қор болмаппыз, деп кетті Ақан сері.
Өлеңмен оңбайды